Барлықтарыңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ақ капустадан салат жасайтын боламын. Егер де каналымда жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдымен капустамызды жуып тазалап аламыз. Одан соң осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Чемчи салатын қыс мезгілінде кез келген тағам түрлерімен жей берсеңіздер болады. Әсіресе палаумен керемет үйлеседі. Мен сіздерге осы салаттың өте оңай дайындалу жолын көрсетіп жатырмын. Міндетті түрде осы рецептпен жасаңыздар. Менде 2 килограммдай капуста осылай бөліктерге бөліп алдым. Енді ыдысымызға осылай капустаны бірінші орналастырып шығамыз. Құрғатылған укропты пайдаландым, дәмі ерекше болып шығады. Одан соң чеснокты осылай майдалап турап алып, бетіне салып шықтым. Екінші қабатына да капустаны, укропты, чеснокты бәрін осылай салып шығамыз. Бәрін орналастырып болған соң бөлек ыдысымызға қайнаған су құямыз. Менде шамамен 3 литрдай су, оған 10 шай қасық тұз салып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Енді капустамыз толық батқанша суымызды құятын боламыз. Менің ыдысым кіші болғандықтан үлкендеу ыдысқа ауыстырдым. Үстін тарелкамен жауып, ауыр зат қойып, 2 күнге қоятын боламыз. Енді соусын дайындайтын боламыз. Бізге ащы бұрыш пен қызыл бұрыш қажет болады. Оны мясорубка немесе блендерден өткеріп алсаңыздар болады. Жақсылап араластырып аламыз. Капустаны мен 2 күннен кейін осылай аштым. Капустамыз жұмсарып, көлемі кішірейген екен. Капустаны осылай қолымызбен басып көргенде жұмсақ болса, капустаның дайын болғаны. Енді капустамызды басқа бір ыдысқа салып аламыз. Укробының қажеті жоқ, тек туралған чесноктарымызды алатын боламыз. Егер рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға пікірлерді жазуды ұмытпаңыздар. Капуста мен чесногымызды осылай салып аламыз. Капустаның әр қабатына соусты тура видеодағыдай етіп жағып шығыңыздар. Барлығына толық жағып шығамыз, одан соң қалған суын осылай құйып жібереміз. Бетін жауып 1 күнге холодильникке қойып алыңыздар. Сонымен салатымыз 1 күннен кейін осындай болып, әдемі болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.